6 жасқа толмаған балаларға арналған фильм. Бүгін қайсын кисем екен? Мұнысы нес? Жаңа ғана күн шығып тұр еді ғой. Жаңбыр жауып кеткен бе? Өзен тасы үйіндеп жатыр. Тасыса, бәріміз су астында қаламыз. Сәлеметсіз бе, әкім аға? Не болып жатыр? Самұрықжан, мен де сені іздеп келе жатыр едім. Қалашығымызға қауіп төніп тұр. Өзен арнасынан ағатын түрі бар. Бәріне кінәлі бөгет торына тұрып қалған қоқыс. Сол қоқысты ешкім тазалай алмай жатыр. Жедел түрде тазаламасақ, су ағып электр станциясын басама деп қорқам. Өзің барып көрсең қайтеді. Әрине, әкім аға, қалашығымыздан көмегімді аямаймын ғой. Қалайсың? Не болып жатыр? Дәл осындай сәтте күрегімнің сынып қалғанын қараш. Қалашыққа пайдам тимесе, не үшін жүрмін? Ойымдама. Мен саған көмекке келдім. Сен боп, мен боп, бұл апаттан құтылайық. Ой, Самұрық, сенде күрек жоқ қой. Енді не істейміз? Маған бір ой келді. Мұнаған қалай қарайсың? Мәссаған! Жоспар мынандай. Мен өзен астына түсіп, бұрқымен су ағатын жерді тесіп шығарам. Қоқысты кейін тазалауға да уақыт табыла жатар. Бұл қауіпті емес пе? Демің жете ме? Босқа мал жоқ. Ендеше маған сәттілік тілеп қой. Абай бол, Самұрық! Анашым, бұл кім? Ол не істейін деп жатыр? Ол Самұрық балам. Көліктердің көлігі. Қалашығымыздың мақтанышы. Бізді мына апаттан құтқарайын деп жатыр. Өскенде мен де самұрық болғым келеді, анашым. Алақай! Алақай! Қане, мына жәшіктерді қала орталығына апарып қояйық. Бұл не жәшіктер, Самұрықжан?
Бұдан бұлай қоқыстарды сұрыптап осы жәшіктерге салып тұрайық. Жасыл жәшікке жалпы қоқыс, сары жәшікке қағаз бен пластикті, ал қызыл жәшікке темір терсектерді, көк жәшікке әйнек қалдықтарын салсақ, қалашығымыз таза болады. Бұған не дейсіздер? Дұрыс айтасың. Дұрыс айтасың. Жарайсың, Самұрық. Жарайсың, Самұрық. Жарайсың. Жарайсың. А?